факт-чек, фейк деген сөздер деле мындай эл арасында көп жайылган эмес болчу да. Не үшін шындық деп біз үкім қоямыз, үкімді сот қана қояды, неге журналистер үкім айтады деген сияқты сұрақтар көп туындады. Бул негизи Түркмөнстанга кириштин өзү деле бул чоң жетишкендик да. Мошенниктер бар. Ооба. О жақта да бар мошенниктер. О жақта да алдамшылар бар, алдап кетеді. Орыс тілді аудитория бөлек, жергілікті тілді аудитория бөлек. Қазақша аудитория, қырғызша аудитория, түркменше аудитория. Эки башка мамлекетте жашагандайбыз да негизи. Иә, дәл сондай. И бізде де сіздерде адыраспан бар, бізде адыраспан бар, оларда да бар адыраспан. И оларда да сөйтіп үйді аластап шығады. Фейктер ұқсас, әлбетте. Ошол мета менен иштегенде сиздер кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз? Мисалы, ал дароо эле бардыгы менен иштеше бербейт да, өзүнүн талаптары бар. Кандай талаптарды койду? Канча жыл сөйлөшүүлөр болду? Азыр олар отметка коюп келет, бирок Казакстандан бөлөк кыргыздарды, өзбектерди, башка тарихтерди деген сияқты. Тил билбейт да, же кыргыз тилин кандай кылып? Билмейм оны. Мета кай жери менен ойлойтунун билмейм. Сиз сыймыктанган бир 2-3 долбоорду айтып бере аласызбы? Мен ушул долбоор жүрөгүмө жакын депчи. Hate speech. И бизде кастык тили дейсизби? Кастык тили, кастастык тили деп те казакча атайт. Казакстандын 20 миллион адам болса, примерно 15 миллион адам точно камтылды деп ойлойм. Мына баланын басында бирдеме бар деп. Чымыны бар дейт да кыргыздарчы. Сиз Чекит медианы көрүп атасыз. Менин атым Асия Соронбаева. Бизде бүгүн конокто фактыларды текшерүүчү Казакстандык Фактчек KZ ресурсунун башкы редактору, ошондой эле Медианет уюмунун директорунун орун басары Думан Смаков конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Сизге убакыт бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат. Алгачкы эле суроону мен Фактчек KZ боюнча берим келип атат. Бул ресурс фактыларды текшерүүчү алгачкы ресурс катары Борбор Азияда түптөлгөн. Мындан тышкары мынакей жакында 8 жылдык маракеңиздерди өткөрдүңүздөр. Куттуктайм. Негизи медиа тармагын изилдегендер айтат да, медиа 5 жыл жашайт, өмүр сүрөт. Анан 5 жылдан кийин же ал артка кайтат, деградация болуп, же болбосо ал кайрадан жакшы темп менен өнүгөт депчи. Анан сиздердин ресурстарды мындай өнүгүп келаткан мыкты ресурс катары тааныйм. Ошо Фактчек KZ кантип түптөлүп калды, анын таржымалы эмне? Ошол боюнча айтып берсеңиз, 8 жыл мурда фактчек, фейк деген сөздөр деле мындай эл арасында көп жайылган эмес болчу да. Азыркы тапта адамдардын көбү билип калды. Албетте, Асел чакырганыңызга рахмет. Жалпы Фактчек KZ сайтын биз 2017 жылы курдук. 17 жылы курган кезде біз Орталық Азияда, я болмаса басқа елдерде бірінші боламыз деген ойымызға мүлдем келген жоқ. Біз құрылған кезде Қырғызстанда Фактчек Қырғызстан жасалып жатқан болатын. Оған дейін, одан бөлек Ресейде де Фактчек ұйым болмаған. Яғни біз Орталық Азия ғана емес, сонымен қатар Ресей, тіпті Шығыс Европаның кейбір елдерінде болмағандықтан, аймақта посткеңестік елдерде алғашқылардың бірі болып, алғашқы емес, бірақ алғашқылардың бірі болып құрылдық деп айтсақ болады. Постсоветтік өлкөлөрдө. Одним из первых, получается. Бізден бұрын украиналық фактчекерлер болды, Беларуста фактчекерлер болды, Балтық жағалауы елдерінде фактчекерлер болды, бірақ та Қазақстанда, Орталық Азияда, Ресейде фактчек ұйымдар болған емес. Бас кезінде өзіңіз айтып отырғандай, аудитория бізде өте үлкен проблема болды. Фейк дегенді білмеді, фактчек дегенді білмеді, біздің әрбір вердикттарды білмеді, үкімдерді. Өйткені манипуляция деген не, оны түсіндіруге тура келді. Не үшін шындық деп біз үкім қоямыз, үкімді сот қана қояды, неге журналистер үкім айтады деген сияқты сұрақтар көп туындады. Сонымен қатар Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінен қорқытулар болды. Сендер Украинадағыдай болғанын қалайсыңдар ма? Не үшін сендер Украинадан оқып келдіңдер деген секілді. Ал біздің о кездегі фактчек ресурс Украинада, Грузияда, тағы да басқа бірнеше елде ғана болатын. Сондықтан біз о кездегі ең фактчек ресурс көп орналасқан мемлекет Украина болғандықтан, Украинадан барып оқып, Украинаның моделінде өзімізге Қазақстанға жасағымыз келді. Біз бастадық, бізден кейін әріптестеріміз Қырғызстанда басталды. Құдайға шүкір, Қырғызстанда бірнеше фактчекингпен айналысатын бірнеше ұйым бар. Ол Фактчек Қырғызстан, Чекит медиа, Темиров лайф, Политклиника және тағы да басқа бірнеше ұйымдар. Бұл ұйымдардың барлығы меніңше Қырғызстандағы жалған ақпаратты, фейктерді, Ресей пропагандасымен күресуге өте таптырмас, ең керекті қажетті ұйымдар. Менің бір өкінетінім, Қазақстанда жалғыз Фактчек KZ қалып қалды. Мемлекет stopfake.kz
kz деген ресурс ашты, бірақ та ол мемлекет араласқан жерде факт-чек болмайды. Ол факт-чектің алтын стандарты. Көзқарандысыз. Мемлекет өзінің көзқарасын сол факт-чек арқылы пропагандасын білдіреді дейді. Ол болмайды ойынан. Сондықтан факт-чек тәуелсіз болу керек, және де өкінішке қарай Қазақстанда әзірге тәуелсіз бір-ақ ресурс ғана бар, факт-чек ресурстардан. Одан кейін Өзбекстанда ашылды, Тәжікстанда ашылды. Қазір ақырындап Түркменстанда жұмыс істеп жатырмыз. Түркмен әріптестерімізді оқытып, оларды медиа сауатқа оқытып, факт-чекке оқытып, инструменттерді үйретіп, бәлкім болашақта Түркменстанда ашылып қалса, бұл біз үшін жалпы әлемдік журналистік қауымдастық үшін өте үлкен жетістік болар еді. Мен де ошол боюнча суроо берейин деп аткан болчумун. Себеби кыргызстандык факт-чекерлерди дагы ошо казакстандык кесиптештерибиз келип окутуп, тажрыйбасы менен бөлүшүп кеткен 2018-2017 жылдары. Андан тышкары ошо тажикстандык факт-чек TG ачылганына да көмөктөштүңүздөр, Өзбекстандык факт-чек ресурсу ачылганда да жардам берип туруңуздар. Анан Түркмөнстандагы журналисттерди окутууда кандай мисалы чакырыктар болду, кандай мүмкүнчүлүктөр ачылды? Бул негизи Түркмөнстанга кириштин өзү деле бул чоң жетишкендик да, алардын медиа, ал жерде бийликтин макулдугусуз эч нерсе жасай албайсың да. Түркменстан бул әлемдеги жабык мемлекет болгондуктан әлемдегі жабық мемлекеттердің бірі болғандықтан өте көп кіру қиын. Бірақ десе де біз 2024 жылдан бері, 23 жылдан бері Түркменстанда жұмыс істейміз. Басында Түркменстандағы ақш елшілігімен, одан кейін Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бар, ЮНИСЕФ бар, басқа да ұйымдар бар деген секілді сол жерде халықаралық ұйымдармен жұмыс істейміз. Және де сол халықаралық ұйымдардың барлығы ең бірінші кезекте халықты медиа сауатқа үйрету үшін шақырды. Өйткені біз білеміз, ол мошенниктер бар, ол жақта да бар мошенниктер, ол жақта да алдамшылар бар, алдап кетеді, ол жақта да ишенгендер бар, хакерлер бар, ол жақта да персональный данныйлар, дербес деректерді ұрлап кететін адамдар бар, ол жақта да алданып қалатындар бар, пенсияларын алып кететіндер бар. Сондықтан сол проблеманың бәрін болмас үшін Түркменстан үкіметі бізге кіруге рұқсат берді. Және де қазір еркін кіре аламыз. Қатты бұрынғыдай бәленбай уақыт күтіп, виза аламыз ба, бізді мақұлдау ма деген жоқ. Яғни Түркменстанға еркін кіреміз, бірақ та бір қызық дүние, біздің журналистерден, түркмен журналистерден ешқандай айырмасы жоқ. Олар да барлығын ашық, олар да бәрін білгісі келеді, олар да бәрін үйренгісі келеді, олар да жасағысы келеді. Түшінеді, мәнелілігін. Бәрін біледі, бірақ та ең үлкен проблема бұл саяси жүйе. Саяси система неге? Өйткені біз білеміз, ол жақта автократия біздің елдерде де бар, Қырғызстанда да, Қазақстанда да, басқа орталық Азия елдерінде, бірақ орталық Азия елдерінен автократия бойынша Түркменстан көшбасшы болғандықтан кішкене қиындау. Десе де кейбір порталдарда мысалға тұрмыстық факт-чек жасап жатқан материалдарды байқауға болады. Мысалға баттардың адамға пайдасы бар ма деген сияқты. Немесе қарапайым өте basic факт-чек жасап жатқан әріптестеріміз бар. Ол бізді өте қуантады. Бұл біздің ғана емес, бүкіл аймақтың жетістігі деп ойлаймыз. Сонымен қатар біз қазір сол жақта түркмен журналистерді түркмен тілінде оқытатын тренерлер дайындадық. Ол әріптестеріміз жақында Түркменстандағы түркмен тілді журналистерді түркмен тілінде оқыта бастайды. Бұл біз үшін тіпті одан да үлкен жетістік, өйткені өздеріңіз білесіздер, біз бәріміз Советтер одағының боданынан шыққаннан кейін ең үлкен проблема бұл орыс тілді аудитория бөлек, жергілікті тілді аудитория бөлек. Қазақша аудитория, қырғызша аудитория, түркменша аудитория деген. Екі башқа мемлекетте жашағандай ұста негізі. Иә, дәл сондай. Бұл жерде де сондай, және де түркмен тілімен біздің бір ең үлкен плюсіміз басқа европалық эксперттерден қарағанда біз қырғызшаны да түсінеміз, біз түркменшені де түсінеміз, өзбекшені де түсінеміз деген секілді. Олар да біздің мысалдарымызды түсінеді, және де оларға өзіне адаптация жасаған жеңіл. Өйткені қазақ тілі, түркмен тілі, түрік тілі, қырғыз, өзбек барлығы ұқсас болғандықтан өте жеңіл, және де біздің опытымызды өздеріне еркін ала алады. Ең үлкен жеңілдік сол. Ошол аудиторияның табитине жараша контентти даярдап сиңиргенге жардам берет. Мисалга бізде де адраспан дей ма қырғызша? Адраспан. Могильник, трава, которая обрабатывает. Адраспан.
И бізде де сіздерде адыраспан бар, бізде адыраспан бар, оларда да бар адыраспан. И оларда да сөйтіп үйді аластап шығады. Фейктер ұқсас, әлбетте. Және де оларда да бар проблема, бізде де бар. Мысалға, қалай айтсам, имбир коронавирусты емдейді. Олар да оған сенеді. Бірақ елде официальный коронавирус жоқ. Үлкен проблема. Мен Түркменстан жайлы өкінішке қарай көп айта алмаймын, өйткені бізде ол медианеттің несі болғандықтан, әзер біз қол жеткізгендіктен қазір бәрін жамандап тастап, сразу андай нетіп тастағым келмейді. Медианеттің жолын жауып тастағым келмейді былайша айтқан кезде. Ол ашық айту керек. Бірақ десе де Түркменстан ашық және Түркменстан ашылуға дайын. И ол қырғыздар барсын, қазақтар барсын, тәжіктер барсын, барлығына ашық деп ойлаймын. Бұрынғы біздің санамыздағы, біздің ойымыздағы прям замкнутый, закрытый Түркменстан қазір жоқ. Қазір басқа Түркменстан ашылып бастаған. Бірақ ошолдағы ел аралық ұйымдардың қолдаусыменен ишке ашат. Мысалға, осы жолы барған кезде, соңғы рет барған кезде мен Рустам Гулов екеуміз бардық. Рустам да таңғалды. Мен Түркменстанды былай деп ойламадым. Мен Түркменстанды жабық, бәріміз қорқып жүреміз деп ойладым деді. Олай емес. Отельдерде шетелдіктерге арналған бөлек интернет бар. Сіздің WhatsApp-ыңыз бәрі жұмыс істейді, уже бұрынғыдай емес. Бүкіл мессенджеріңіз жұмыс істейді. Сайтыңызға спокойно материалыңызды сала аласыз, еркін отырып. Проблема жоқ о жақтан. Социалдық тармақтар бирок социалдық тармақтар жерліктерге, түркмендерге барлығы тыйым салынған. Сіз шетелдік болғаннан кейін сізге рұқсат бар. Түшінікті. Кішкене сондай қызық дүниелер бар. Бірақ бәлкім 5 жыл, бәлкім 10 жыл Түркменстанда біздің қатарымызға қосылады деген ойдамын. Анан Борбор Азияда биринчилерден болуп, сиздердин уюм метамен иштеш баштады, былтырдан баштап, жаңылбасам. Бул эмне деген сөз? Бул Facebook менен Instagramдагы жалган маалыматты көзөмөлдөп, аларды текшерип, жана аларды тиешелүү маркировкалай алуу. Facebook менен Instagramга мындай белги берүү да, мынакей бул жалган маалымат болушу мүмкүн деп белги берип, далили менен анан модератор аны өчүргөнгө мүмкүнчүлүк ачылат. Ошол мета менен иштегенде сиздер кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз? Мисалы, ал дароо эле бардыгы менен иштеше бербейт, өзүнүн талаптары бар. Кандай талаптарды койду? Канча жыл сүйлөшүүлөр болду ошол боюнча? Биз 2020 жылдан бери 5 жылдай, 4 жылдай сүйлөштүк. 2019-дан 5 жылдай сүйлөштүк. Биздин ашууланган эң басты дүниемиз, биз ойладык. Бизди буган дейин Борбор Азиянын барлык дезинформациясын монголиялык факт-чекерлер мониторинг жасап, солар отметка коюп келди. Қазір де олар отметка қойып келеді, бірақ Қазақстаннан бөлек қырғыздарды, өзбектерді, басқа тәжіктерді деген сияқты. Қырғыздардың, мисалы үшін, интернет сегментін мониторинг қылғанда, мисалы, монголдар тіл білбейді да, же қырғыз тілін қандай қылып? Білмеймін оны. Мета қай жермен ойлайтынын білмеймін, но бірақ та Монголияда қазақтар бар ғой, өте көп. Бәлкім содан кейін беріп отырған шығар деп ойлаймын. Біздің проблема мынада болды. Біз айттық, неге Қазақстан ол өз алдына жеке мемлекет, дара мемлекет, Қазақстанда неге монголиялық факт-чекерлер мониторинг жасау керек деп. Біз сұрадық, мета бірақ бергісі келмеді. Бәлкім бұл жерде саясида не бар шығар, өйткені Қазақстанның ақпарат министрлігі қаламаған шығар, бәлкім қарсы болған шығар, может быть. Білмеймін ол жерде не болғанын, бірақ та халықаралық ұйымдарға жазып жүріп, IFCN-ге жазып жүріп, бүйтіп жүріп, келісім жасап жүріп, 5 жыл дегенде өзімізге алдық. Бәрі ойлайды, community notes қосылды, партнер факт-чекинг өшті деп, олай емес. Үшінші тарапты факт-чекерлер серіктестігі әлі жалғасады. Мета корпорациясы тек қана Америкадағы факт-чек партнерлік жүйені өшірді, бірақ басқа елдердегілерді өшірген жоқ. Ооба, жана Трамп бийликке келиши азыр тактап коелук, ошо Марк Цукерберг байланышка чыгып, өзүнүн социалдык тармактар аркылуу факт-чекерлер менен кызматташууну токтодук деген билдирүү жасаган болчу, бирок бул ошол америкалык факт-чекерлерге гана тиешелүү экен, калгандары менен кадимкидей калган өлкөлөр менен иштешип атат. Бунун эң үлкен проблемасы бул жерде Маск кааламады ма, Трамп кааламады ма, не болгонун билмейбиз. Бірақ та Америкада тоқтады, басқа елдердің барлығында жалғасып жатыр, бізде жалғасып жатырмыз, бізде отметка қойып жатырмыз. Тағы бір дүние, айта кететін дүние, бәлкім сот
исктерден қорыққан шығар. Өйткені факт-чекерлер бірдеңені жалған деген кезде ол жалған деп шығарады, және де олар явно альтернативті документ ұсынып бірдеңе жасағысы келді ма. Білмеймін не болғанын, бірақ та Америкада тоқтады, басқа елдерде жалғасып жатыр. Ертең бүгін сол жөнінде де айтатын боламын. Және де біздің ең үлкен жетістігіміз Мета корпорациясымен келісімшартқа қол қойғанымыз. Бұл орталық Азиядағы әзірге жалғыз, алғашқы. Тағы бір дүние, біз International Fact Checking Network'ның дүниежүзілік факт-чекерлер желісінің мүшесі болғандықтан ғана қол жеткіздік. Егер біз IFC-нің серіктесі партнері болмасақ, бізде ондай мүмкіндік болмас еді. Біз Метаға орталық Азияның барлығын өзімізге алайық. Орталық Азияда біздің серіктестеріміз өте көп деген ұсыныс жасадық, бірақ Мета әлі бізге оған нақты окончательный жауап берген жоқ. Бәлкім болашақта орталық Азияның медиа нарығы өзіне тиетін шығар, может быть. Ошондо метамен иштешкендеги алгачкы алгоритмди биле алсак, сиздер мисалы факт-чекерлер текшерет, маркировка кылат, бул жалган маалымат деп, анан Facebook, Instagramда Bizde мониторинг платформа бар. Метаның инструменттері бар, соған келген фейк ақпаратты өзімізде қарап отырамыз, және де мониторингтен де қарап отырамыз. Бізге келеді, біз факт-чекерлер бұның фейк емес екенін табамыз, дәлелдейміз. Сосын материал жазамыз сайтқа обязательно, сол материалдың ссылкасы болу керек, және соны Метаның платформасы арқылы Метаға қоямыз. Метаға қойған кезде пост бар, посттың астында жазылып тұрады, бұл фейк, факт-чек кезетпен дәлелденген деп тұрады, доказано факт-чек кезет деп. И бұған реклама қоя алмайды, бұны ары қарай продвигать ете алмайды, бұны шерить еткен кезде ограничениялар болады. Егер осындай бірінші рет қойып, екінші рет тағып қойсақ, уже аккаунт новостной страница бола алмайды. Егер ол новостной страница болса, оның мәртебесін алып қояды. Ылдый түшөткөн да көрүлөр, Егер үшінші рет болса, ол уже серия банға кетеді. Төртінші рет болса, уже удалить етіп сайт деген сияқты мысалы. Бирок посттун өзү өчпөйт экен да, сиздер текшерип жүргөн. Маркировка болуп, бирок аудитория үчүн көрүнүп турат. Аудитория үчүн көрүнүп турат, экен аудитория билүү керек. Егер ол постты өчүрүп тастаса, ол бәрібір системада уже нетип қалды, қалып қалды. Өйткені бізде өзіміздің системадан көріп тұрамыз. Условно, бір медиа KJ, бір медиа KZ фейк таратты делік. Біз платформаға кіреміз де галочка қоямыз, фейк таратты деп. Және де оған астынан фейк таратқан жөнінде ақпарат шығады. Егер ол оны удалить етсе, бәрібір ол системада қалып қалады. Сосын бір медиа KZ таратқан фейк 2 рет, 3 рет таратқаннан кейін алады да, оны серый банға жібереді. Одан кейін тағыдан етпесе, оны өшіруге мәжбүрлейді, удалить етпейді. Аудитория үчүн бул аябай сонун көмөктөшүү да. Сен маалыматты тазасын алып, фейкти, пропаганданы, манипуляцияны, жартылай чындыкты, чындыкка жакын, кликбейт барлығына пометка коюлат. Өкүм чыгарганда. Барлығына өкүм коюлат. Және сол өкүмдүн барлыгы әсер етет. Албетте. И соған байланысты уже монетизация болса, монетизация сразу тоқтатылады. То есть бірінші наказание, санкция, ол монетизацияны тоқтатылады. Мүмкіншіліктерін шектейді екен да кәдімгідей. Бұл жерде Facebook'та, Instagram'да, Threads'та және келер жылдан бастап шатаспасам WhatsApp қосылады. Егер чаттарда таралған фейктер болса, қазір біз чаттарда мында 2 ссылка, немен стрелкамен кетеді ғой, 2-3 стрелкамен. Сол сияқты және де болашақта сол бұл фейк деп шығып тұрады, және оны таратуға да тоқтатуы мүмкін. Сиз айтып қалдыңыз, жана IFCN-ге кирген үчүн гана биз Метамен кызматташып калдык депчи, кызматташып калдык деп. IFCN бул факт-чекерлердин дүйнө боюнча факт-чекерлердин эл аралык тармагы. Ал жакка мурдараак киргенсиздер, анан бул IFCN-ге дагы Борбор Азиядан башка өлкөлөрдүн факт-чекерлери кире элек, мен билишимче, сиздерден башка. Борбор Азиядан, ошо аймактан эч ким кире элек. Анан ага кайсы жылы кирдиңиздер, кандай болуп кирдиңиздер? Анан талаптары боюнча айта кетсеңиз. 17-жылы ашылдык, 18 жылы кирдик. Дароо эле кирип турсуздар, Иә, бірден кирдик, биринчи заявка бердик, және бірден кабылдандык. Ошо мен билишимче жана англис тилинде которуш керек, макалаларды жана башка көптөгөн. Ол аударуу керек, но бирок да бүкөлүн аударуу міндет эмес. Бірнеше материалдарды случайный выборкамен аударылат, және де қалған материалдарды ұлттық тілдерде өздері боттар арқылы қарайды. Текшеріп. Шынымен сай ма, сай емес па деген сияқты.
Азыр эми Медианет уюмунун ишмердүүлүгү боюнча дагы сөз кылгым келип атат. Сиздер ошол Фактчек KZ'ти түптөгөн Медианет уюму жарандык активизм, демократия, адам укуктары боюнча ар түрдүү долбоорлорду ишке ашырып келатат. Ошондой эле экономика, саясат тармагында дагы. Анан сиз сыймыктанган бир 2-3 долбоорду айтып бере аласызбы? Мен ушул долбоор жүрөгүмө жакын депчи. Аудиторияга дагы мындай түшүнүктүүрөөк болуш үчүнчү. Жалпы Медианеттин бир нече багыты бар. Биринчиси факт-чекинг жана медиа сабат. Бул жерде фактчек KZ бар, медиа акпараттык сабат бар, мектептерде оюн бар, Clever.ij. Өздөрүңүз де сол платформамен жұмыс істедіңіздер. Одан бөлек адам құқықтары, журналистердің құқықтары бар. Одан бөлек зерттеу, ғылым, социологиялық ғылымдарға қатысты направлениясы бар. Одан бөлек ивенттер және де іс-шаралар. Одан бөлек әйел және гендерлік құқықтар деп келгеніміз дұрыс шығар. Әйел және гендерлік құқықтар, одан бөлек цифрлық құқықтар деген секілді тармақтар бар. Соның барлығында әртүрлі жобалар жасалады. Менің ең жақсы көретін, барлық жобаны жақсы көреміз, өзіміз өткен жасағаннан кейін. Біздің соңғы жылдары автобустарда тиіспе деген акция жасадық, не прикасайся деген. Тиіспе. Біз білеміз, автобуста жігіттер тұрып, қыздардың көтендерін ұстап тұрады, арқаларын ұстап тұрады, өтіріктен былай кетіп бара жатып тиісіп кетеді деген сияқты. Бұл харассмент. Және де бұл қыздардың өмір сүру қауіпсіздігін төмендетеді, қорқыныш пайда болады. Бұл өкінішке қарай Қырғызстанда да бар, Қазақстанда да бар, Өзбекстанда да бар проблема. Және біз тиіспе деген, тиіспе, не прикасайся деген акция жасадық. Қазақстанның 10-нан астам қаласында болды. Бір 10 миллиондай адамды қамтыған шығар совокупно алған кезде. Бүкіл общественный транспорттарға, автобустарда, трамвайларда, троллейбустарда, электричкаларда бәрінде баннерлер қойылды, плакаттар қойылды. Көшедегі LED экрандарда плакаттар болды Қазақстанның барлық қалаларында. Бұл өте үлкен жоба болды, және нәтижесінде әйелдер автобуста өздерінің құқықтарын біле бастады. Маған бүйтсе дұрыс емес екен ғой деген секілді. Сосын бізге анонимді историялар келе бастады. Мен автобуста тұрған кезде маған пенисін тақап тұрды, мен автобуста тұрған кезде көтемнен қысып кетті, төсімнен қысып кетті деген сияқты өте абсурд дүниелер келе бастады. Бұл өте қорқынышты, өйткені адам құқықтары, жалпы демократиялы, жалпы кез келген елде ондай болу, ол өте абсурд дүние. Біз сәл де болса соның алдын алдық. Мен бұны жақсы көремін. Бұдан бөлек әрине фактчекке деген махаббатым ерекше. Одан бөлек бізде тағы да бір өте үлкен проблема, бұл өшпенділік тілі, ұлтараздық тудыратын өшпенділік тілі, язык hate speech. Қастық тілі дейсіз? Қастық тілі, қастастық тілі деп те қазақша атайды. Бұл біз өте үлкен жоба жасадық, казусный этикет деген. Бұл интернеттегі адамдардың өзін өзі реттеуі. Мен қалай қастастық тілін таратпаймын, мен қалай қастық тілінен, мына постымда қастық тілі болмай ма деген сияқты. Бұл да өте үлкен акция болды. Бұнда тіпті Қазақстанның алыс ауылдарына дейін үлкен баннерлер, шиттар орнатылды. Бұл жерде біз біріміз мы все едины деген сияқты слогандармен жасалды. Социалдық тармақтарға шығардық, телеарналарға шығардық. Бұл жерде біздің ойымызша примерно Қазақстанның 20 миллион адам болса, примерно 15 миллион адам точно қамтылды деп ойлаймыз. Өйткені бұл жерде өте үлкен жоба болды. Прям үлкен қалалардың, кішкентай қалалардың, ауылдардың кіреберістерінде баннерлер тұрады ғой. Соның барлығына полностью орнатылды. Интернет арқылы таратылды, телеарналар арқылы таратылды. Және де нәтижесінде өте жақсы ақпараттық компания болды деп ойлаймыз. Одан бөлек интернет-сей, бұл интернет саласының Орталық Азиядағы реттелуіне байланысты үлкен, қазіргі кезде Орталық Азиядағы жалғыз тәуелсіз форум платформасы. Бұл жерде біз отырып, сіздермен, біздермен, басқалармен барлығымыз Орталық Азиядағы нақты проблемаларды талқылай аламыз. Айта берсем көп. Интернет-сей жыл сайын өткөрүлчү иш-чара. Биз да бир нече жолу барып катышып калдык. Санарип укук, азыркы таптагы медиа жаатындагы чакырыктар жана башка көптөгөн биздин репрессиялар, прессингтер, сөз бостандыгы, демократия, цифрлы кукуктар, одан бөлек НПО-ларды кысуу, НПО-лардын жумусу, мемлекет пен НПО-нун взаимодействиясы. Бұл жердегі ең ерекшелігі, бұл жерде
НПО да болады, журналисттер де болады, и мемлекеттік органдар да болады. Ол жоғарғы кеңеште, біздің парламентте, Өзбекстанның да жаңағы министрлік өкілдері, басқалары. Ол жерде отырып, ашық, как есть талқылайды. И өзіңіз де көріп жүрсіздер ғой, мысалы Қырғызстанның да министрлігі қатысып жүр, басқалардың да қатысып жүр деген сияқты. И бұл жерде біз барынша ашық талқы жасауға тырысамыз, барынша еркін жасауға тырысамыз. Бәлкім біз тікелей барған кезде ол министрге сенікі дұрыс емес деп айта алмайтын шығармыз, но бірақ интернет сейді айтуға болады. Бирок мен ошол бир иш чарасына катышканда ошол Маданият министрлигинин өкүлүнө ачык эле ушундай курч суроолорду берип, ушундай талкуу болгону эсимде. Бул дагы бир жакшы аянтча экен да, бийлик өкүлдөрү, жарандык коом жана журналисттердин ортосунда, активисттердин ортосунда болгон бир аянтча, бир маселени бир конструктивдүү диалог түзүү аракети деп бааласак болот. Мындан тышкары бул жерде жалаң эле Борбор Азия өкүлдөрү эмес, башка өлкөлөрдөн да эксперттер келип катышып жүргөн. 20-30 элден катышат берет. 20-30 өлкөдөн, жакшы иш-чара жыл сайын өткөрүлчү. Мен негизи билишимче сиз Медианет уюмуна бир нече жыл мурун стажер катары келгенсиз. Анан стажер болуп, кийин журналист болуп иштеп жүрүп, редактор болуп, анан азыр болсо Медианет уюмунда директордун орун басарысыз. Буну мындай вертикалдык-дагы, горизонталдык да өсүү деп бааласак болот. Бул жолду кантип басып өттүңүз? Кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз? Кандай мүмкүнчүлүктөр ачылды? Жалпы Медианетте эгер сиз өзүңүздү жумуш истеймин десеңиз, мүмкүндүк көп. Сіз стажерсіз ба, сіз волонтерсіз ба, сіз студентсіз ба, маңызды емес. Бізде студент те өзінің жобасын жасай алады, эксперт те өзінің жобасын жасай алады. И студент те біз үшін біздің резидент, эксперттер де біз үшін біздің резидент. Өздеріңіз қатысасыздар, білесіздер, біз мынау басқа адам деп ешқашан бөліп қарамаймыз, өйткені біз үшін барлығы бірдей. Және де Медианеттің ең үлкен жетістігі меніңше ол барлығына бірдей горизонталды түрде мүмкіндіктер беру. Ол мейлі директор болсын, мейлі волонтер болсын, мейлі Азербайжаннан келген эксперт болсын, мейлі Түркиядан келген эксперт болсын, барлығының жағдайы тең. И мен де жағдайым солай тең болды, және де өсуге мүмкіндік болды. Мен волонтер болып келгем, компьютерлік сауат бойынша апаларды оқытқам әжелерді. Қайсы жылы? 2015 жылы. 14-15 жылдар. 10 жыл болып қалды. Содан қалып қалдым. Өзім жобаларымда идеяларымды айттым. Идеялар басқа әріптестерге ұнады. Давайте жасайық деп. Сөйтіп, біздің басшылық ойлаған шығар, мына баланың басында бірдеңе бар деп. Шымыны бар дейді, қырғыздач. Сосын келісті, және де біз ақырындап жобалар жасай бастадық, сөйтіп көтерілдім, және қазір сол Медианеттің маған құйған инвестициясының арқасында бәлкім Борбор Азияда, Шығыс Еуропадағы сіздер танитын журналист болған шығармын. Мен ақырқы сұрау берім келіп атат сізге. Бұға чейинки маектештермен да беріп келгем, журналист маектештерме. Сіз үшін журналистика бұл эмне? Қандай роль ойнайды сіздің жашооңузда? Мен үшін журналистика бұл еркіндік. Журналист ол таңертең сағат 9-дан 6-ға дейін келіп офиста отыратын андай жоқ, да? Құл болмау керек. Журналист еркін болу керек. Журналист қалықтау керек, ұшу керек. Еркін журналистік зерттеу жасау керек. Еркін материал жазу керек. Түнде тұра ма, түнде жазу керек. Күндіз тұра ма, күндіз жазу керек. Бірақ, тәртіп болу керек, дедлайн болу керек. Бірақ та бәрібірде журналист еркін болу керек. Егер журналист еркін, журналистке репрессия болмаса, журналистке қысым болмаса, онда сол елдің журналистикасы мықты болады. Сізге чоң рахмат, Думан бүгінгі майке келіп бергенсізге. Бізде бүгін қонақта Фактчек KZ фактыларды текшерүүчү ресурстун башкы редактору, ошондой эле Медианет уюмунун директорунун орун басары Думан Смаков болду. Сиздер менен мен Асия Соронбаева болдум. Көрүшкөнчө.